Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге ұн қуырдақ деп аталатын ыстық әрі тойымды тағамның түрін дайындап көрсетемін. Бұл тағамды кейбір жерлерде ұн палау, цуйван деп те атайды. Жасалу жолы өте оңай, дәмі ерекше тағамның түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Бізге қажет заттың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен етімізді майдалап төртбұрышты қылып турап аламыз. Содан соң сәбізімізді соломка қылып, яғни ұзынша қылып тураймыз. Пиязды да, болгар бұрышын да турап дайындап аламыз. Барлық затымызды дайындап алғаннан кейін қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, етімізді қуыратын боламыз. Етімізді 15 минут жақсылап қуырасыздар. Содан соң пияз қосып, біртіндеп бәрін жақсылап қуыратын боламыз. Пияздан соң сәбізді қосамыз. Сәбізді де 10 минуттай қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін болгар бұрышын қосамыз. Оны да 3-4 минут қуыруымыз қажет. Болгар бұрышы біздің тамағымызға одан бетер ерекше керемет дәм беретін болады. Сондықтан міндетті түрде қосыңыздар. Болгар бұрышы қуырылғаннан кейін 1 қасық томат пастасын қосып, үстінен орташа қылып су құямыз. Енді нан салмасын дайындаймыз, яғни қамыр илеуіміз қажет. Ұнның мөлшері сіздің үйіңіздегі адам санына байланысты. Мен 2 зуала қамыр илеймін. Сіздер 1 зуала немесе одан да көп қылып жасасаңыз болады. Енді қамыр дайындау үшін бізге 1 жұмыртқа, су, тұз қажет болады. Жұмыртқа мен тұзымызды жақсылап араластырып, су құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болмауы тиіс, және де қатты болмауы керек. Орташа қаттылықта қамыр илейміз. Илеген қамырды 2-ге бөліп, демалдыратын боламыз. Демалған қамырымызды 15-20 минутқа қоямыз. Содан соң жұқа қылып жаятын боламыз. Жұп-жұқа қылып жайыңыздар. Жайған қамырды 4-ге бөлесіздер. Содан соң қызып тұрған пештің табасына жайған қамырымыздың 1 бөлігін алып, 2 жағынан кептіріп аламыз. Бұл бізге лапшамыздың бір-біріне жабыспасы үшін қажет, өйткені тамағымыз өз буында пісетін болғандықтан осылай жасаймыз. Және де кескен кезде де бізге өте ыңғайлы болады, бір-біріне жабыспайды. Осылай барлығын дайындап алғаннан соң қазанымызға салып, кеспемізді баяу отта 15-20 минут бұқтырамыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған салтанат, назарларыңызға рахмет.